Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен өз каналымда енді сіздермен дұрыс тамақтану рецепттерімен бөлісетін боламын. Бүгін таңғы ас каша пісіретін боламыз. Егер сіздер дұрыс тамақтануды қолға алған болсаңыздар, сізге міндетті түрде ас үй таразысы қажет болады. Себебі барлық ингредиенттерді өлшеп қосу міндетті. Шикі овсянкіге йогурт араластырып, осындай ыдысқа 3-4 сағатқа немесе бір түнге тоңазытқышқа қоямыз. Кез келген жаңғақпен немесе жеміс-жидекпен әсемдеуіңізге болады. Біздің таңғы асымыз дайын, барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналымда енді үнемі дұрыс тамақтану рецепттері болады. Сондықтан тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер.